Көпшілігіңіз пицца жасаған кезде пиццаның қамыры қатып қалып немесе беті күйіп кететін болса, осы рецептті көріп алыңыздар. Бұл рецепттің және де соусында ерекшелігі. Жылы сүтке жұмыртқа, сұйық май, тұз, шекер және ашытқыны саламыз, араластырып, үстінен ұнды саламыз. Қамыр илейміз, қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. Қамырды ашуға қойып қоямыз және де қызып тұрған майда соусын дайындаймыз. Пияз кішкене саламыз турап және үстінен томат саламыз. Кішкене су құямыз. Осындай дүкендерде орегано деген приправа болады, содан қосамыз және блендермен ары қарай езіп аламыз. Соусымыз дайын болды. Қамырды қолымызбен жайып алғанымыз дұрыс. Жайып алған қамырдың үстіне соусты жағып шығамыз. Кез келген жақсы еритін сырды теркіден өткізіп қосамыз. Үстіне колбаса немесе помидор қосасыздар. 200 градус қызып тұрған пеште 12-15 минутта пісіріп аласыздар. Осымен пиццамыз дайын, жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алыңыз.